Бүгінгі біздің тақырыбымыз бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есеп адамзат дамуымен бірге қалыптасып дамып келе жатыр. Ежелгі Египетте, Месопотамияда, Вавилонда, Иранда шаруашылық есеп жүргізетін есепшілердің болғаны анық. Египетте папирустарға, Вавилонда қыш кестелерге жазбалар жазылған. Біздің уақытқа дейін келіп жеткен есеп регистрлері ретіндегі бос парақтар сол уақытта қалыптасқан. Шамамен 5-6 мың жыл бұрын бухгалтерлік есептің әдіс тәсілдері пайдалануға басталған. Бухгалтерлік есеп бойынша алғашқы кітапты 1994 жылы белгілі математик монах Лука Пачолис жазды. Бұл кітап математикадан болатын, арифметика, геометрия, сомалар, пропорциялар мен қатынастар туралы ілім деп аталған. Онда жазбалар мен шоттар туралы трактат деп аталатын бөлімі екі жақты бухгалтерияны жүргізудің тәсілдерін сипаттайды. Итальяндық екі жақты әдісі бухгалтерлік есептің дамуына қосқан үлесі көп және әлі күнге дейін қолданылып келеді. Республикамызда халық шаруашылық негізін мемлекеттік кәсіпорындармен қатар басқа да әртүрлі бірлестіктер, акционерлік қоғамдар, кооперативтер, бірлескен немесе жеке меншіктелген кәсіпорындар құрайды. Ал осы кәсіпорындар жұмысында көптеген шаруашылық процестер орындалады. Сол процестердің мазмұны тек қана шаруашылық есепте көрсетіліп, бір жүйеге келтіріліп топталады. Сондықтан шаруашылық есептің атқаратын міндеті өте зор. Себебі шаруашылық процесі нарықтық қатынас жолымен даму кезінде тиімді жүргізу үшін шаруашылық, яғни бухгалтерлік есептің нақты мәліметтері қажет. Сонымен қатар, сол мәліметтер шаруашылық процестердің мазмұнын және санын көрсететін болғандықтан, сол мәліметтер одан әрі қарай сол шаруашылық процестің финанстық қорытындысын шығаруға, экономикалық талдау жасауға және келешек даму жоспарын жасауға бірден бір негіз екені анық. Қазақстан Республикасында бүгінгі күні шаруашылық есепке алу жүйесінде есептің өзара байланысты келесі түрлері жұмыс істейді. Жедел, статистикалық, бухгалтерлік және салықтық. Шаруашылық есеп бұл бақылау және басқару мақсатында ұйымның процесін қабылдау, бақылау, өлшеу және тіркеу жүйесі. Шаруашылық есептің мақсаты ол шаруашылық қызмет фактілерін барабар көрсету, шешімдер қабылдау не толық және шынайы ақпарат беру. Шаруашылық есептің мазмұны оның кезеңдері арқылы танылады, яғни бақылау, өлшеу, тіркеу, топтау және жалпылау арқылы. Кәсіпорында жүзеге асырылатын шаруашылық құралдар мен процестерді, олардың сандық және сапалық сипаттамаларын көрсету үшін есепте әртүрлі өлшеуіштер қолданылады. Табиғи өлшеуіштер ол есеп объектілерінің бірліктерде, таразыларда, көлемдерде сандық және сапалық көрсетілуін қамтамасыз етеді. Килограмм, тонна, дана деген секілді. Ал еңбек өлшемдері бұл жұмыс уақытының бірліктерінде жұмсалған еңбекті анықтау үшін қолданылады. Мысалға, күндер, сағаттар, минуттар. Ал ақшалай өлшемдер олар объектілерді жалпылау, есептеу құны үшін қолданылады. Бухгалтерлік есеп бұл кәсіпорынның шаруашылық қызметін құжаттық үздіксіз бақылау және бағалау жүйесін, яғни Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен, кәсіпорынның қолданыстағы стандарттарымен және есеп саясатымен регламенттелген кәсіпкерлер мен кәсіпорындардың операциялар мен оқиғалар туралы ақпаратты жинау, тіркеу, қорыту жүйесін білдіреді. Бухгалтерлік есептің бұл түрі қатаң құжаттық болып табылады. Өйткені әрбір бухгалтерлік жазба тек арнайы жасалған құжаттың негізінде жасалады. Бұл бухгалтерлік есептің бақылау мәнін, оның сенімділігі мен шынайылығын арттырады. Бухгалтерлік есептің мақсаты пайдаланушыларға кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен қызметі туралы толық, шынайы және бейтарап ақпарат беру. Бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушыларды біз екіге бөлеміз. Ішкі пайдаланушылар, яғни бұл басқару аппаратының тиімділігіне, ұйымдардың кірістілігіне қатысты ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандырады. Және сыртқы пайдаланушылар деп. Сыртқы пайдаланушылар тікелей қаржылық мүдделері бар және тікелей қаржылық мүддесі жоқ пайдаланушылар жатады. Олар іскерлік серіктестіктер, біздің акционерлер, немесе мемлекеттік және халықтық реттеу мен бақылау органдар, аудиторлық фирмалар болуы мүмкін.
Бухгалтерлік есептің сонымен қатар өзінің жүргізу әдістері мен тәсілдері бар. Олар соның көмегімен бухгалтерлік есепті жүргізіп отырады, зерттеп отырады. Яғни бухгалтерлік есеп әдісінің элементтері деп аталатын 8 тәсілдер мен әдістері бар. Олар құжаттау, түгендеу, бухгалтерлік есеп шоттары екі жақты жазу, бағалау, калькуляция, бухгалтерлік баланс және қаржылық есептілік. Құжаттау дегеніміз кәсіпорында болатын барлық шаруашылық операциялар құжатталады, яғни болып жатқан барлық шаруашылық жағдай құжатталып отырады. Түгендеу, яғни бұл кәсіпорынға құжатпен келіп түскен құралдарды міндетті түрде белгілі бір жоспарлы кезеңдерде түгендеп отыру. Бухгалтерлік есеп шоттар деген біздің шаруашылық құралдар мен шаруашылық құралдардың пайда болу көздерінің көп болғандықтан біз оны шоттарға жинақтаймыз. Екі жақты жазу бұл шаруашылық операцияларды екі жақты көрсету, яғни бір шоттың дебеті, яғни екінші шоттың кредиті бойынша. Бағалау біздің кәсіпорынға келіп түскен барлық құралдар олар бағаланады. Яғни біздерде бірнеше құн пайдаланамыз, бастапқы құн, ағымдағы құн, тозу құны деген секілді. Калькуляция бұл егер кәсіпорын өнім өндіретін болса, немесе қызмет көрсететін болса, соның бір бірлігінің өзіндік құны. Сонымен қатар жылдың аяғында кәсіпорындар бухгалтерлік баланс құрады және қаржылық есептілік жасайды. Енді шаруашылық операциялар тіркеу және оларды жүзеге асыруды бақылау үшін пайдаланылады. Мысалы, құжаттау мен түгендеу, ал бухгалтерлік есеп шоттары мен екі жақты жазу шаруашылық операциялардың ағымдағы есебі үшін пайдаланылады. Бағалау мен калькуляция бухгалтерлік есеп объектілерін құндық өлшеу үшін пайдаланылса, ал бухгалтерлік баланс пен қаржылық есептілік бұл бухгалтерлік есеп ақпаратының қорытындылық жинақтау үшін пайдаланады. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есептің нормативтік құқықтық реттелуі 4 деңгейден өтеді. Ең бірінші заңнамалық актілер, яғни ең басты бұл Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңы. Екінші деңгей ол жалпы стандарттар, типтік шоттар жоспары және нормативтік актілер. Үшінші деңгей бұл нұсқаулар, ережелер, ұсыныстар және төртінші соңғы деңгей бұл есеп саясаты, шоттардың жұмыс жоспары. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.